Қайырлы күн, достар. Сіздермен Мөлдір Адылхан. Бүгін жолдасым үйреткен пловты дайындайтын боламыз. Мені қолдап каналыма тіркеліңіздер. Жолдасым екеуміз плорит етіп, пловқа жуа көп салсаң тәтті болама, сәбіз көп салсаң тәтті болама деп. Сонымен жуаны да сәбізді де көптен қосып жасап көрдік. Өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Барлық ингредиенттерді описанияға жазып қоямын. Мені қолдап, видеоны соңына дейін қараңыздар. Лайк пен комментарий күтемін. Бұл рецепттің ерекшелігі: бірінші етті қуырып алмаймыз. Бірінші жуа мен сәбізді қуырып, содан соң барып етті пісіретін боламыз. Келіншек боп түскеннен бастап палауды дұрыс дайындай алмайтынмын. Тек осы жолдасым үйреткен рецептпен жасағанда ғана жақсы шығады. Сондықтан да бағалап қойыңыздар. Мен бұл палауды қаздың етімен дайындадым. Өте дәмді болып шықты.